Сәлеметсіздер ма? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы үш амалмен орындалатын есептер шығару. Сен үш амалмен орындалатын есепті модельдеуді және шығаруды білесің. Бірінші тапсырмаға қараңыз. Өрнектің мәнін тап, шолу деңгейлігінің биіктігін тап. Алдымен 802-ні 2-ге бөлеміз. 802-ні 2-ге бөлсек 401 шығады. 660-ты 6-ға бөлеміз, 110 шығады. 401-ге 110-ды қосамыз, 511, 511-ден ең соңынан 451-ді азайтамыз. Сонда бізде 60 деген сан шығады. 60 деген сан шығады. Екінші тапсырмаға қараңыз. Шолу дөңгелегіндегі 24 стандартты орынның әрқайсысына 6 адамнан отырады. Ал 12 жайлы жабдықталған орынның әрқайсысына 4 адамнан отырады. Шолу дөңгелегіне барлығы неше адам отырады? Табу үшін әуелі стандарт орынға қанша адам отыратынын табамыз, содан кейін жайлы орынға қанша адам отыратынын табамыз, содан кейін екеуінің шыққан санын бір-біріне қосамыз. 24-тен 6 адам дейді, яғни 24-ті көбейтеміз 6-ға. Қосамыз. 12 жайлы жабдықталған орынның әрқайсысына 4 адам дейді. Яғни 12-ні көбейтеміз 4-ке. Сонда бізде шығады 192. Жауабын жазасыздар. Шолу дөңгелегіне барлығы 192 адам отырады. 600-ден азайтамыз 160. Әсін қараңыздар. Әлияның 600 теңгесі болды. Ол 165 теңгеден 2 билет сатып алды. Әлияның неше теңгесі қалды? 170 теңгесі қалды. Төртінші тапсырмаға қарайық. Тікбұрыштың ауданы белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларын жасайды. Тікбұрыштың ауданы белгілі, ұзындығы мен енінің мүмкін нұсқаларын жазуымыз керек. Ауданның формуласын есімізге түсірейік. S тең А мен Б-ның көбейтіндісі. А мен Б-ның көбейтіндісі. Мүмкін болатын жағдайларды қарастырайық. Егерде мысалы А 16-ға тең болатын болса, А 16-ға тең болатын болса, В 6-ға тең болуы мүмкін. А 24-ге тең болатын болса, В 4-ге тең болуы мүмкін. В 4-ге тең болуы мүмкін. Так, А 48-ге тең болса, В 2-ге тең болуы мүмкін. Осылай жасаңыздар болады. Енді 140 метр болған жағдайда қараңыздар. Егер мысалы ұзындығы 70 болатын болса, ұзындығы 70 метр болатын болса, ені 2 метр болады, 140 екеуінің көбейтіндісі. 35 болатын болса, 4 метр болады. 28 метр болатын болса, 5 метр болады. Осылай жасаңыздар болады. 350 болған жағдайда, мысалы, А 175 метр болатын болса, Б 2-ге тең болады. 50 болатын болса, 7-ге тең болады. 25 болатын болса, 14-ге тең болады. Осылай жазып шықсаңыздар болады. Енді әсін қараңыздар. Тікбұрыштың периметрі белгілі, оның ұзындығы мен ені қанша? Барлық мүмкін нұсқаларды жаз. Тікбұрыштың периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосындысын көбейтеміз 2-ге. Енді бұл жерде бізге оңай болу үшін әуелі 98-ді 2-ге бөліп алып, жарты периметрін табамыз. Алдымен тікбұрыштың жарты периметрін тауып алып, сол арқылы ұзындығы мен енін тапсақ болады. Мысалы, 98-дің жартысы 49. Яғни ұзындығы мен енін қосқанда 49 болатын нұсқаларды қарастырамыз. Ұзындығы 36 болатын болса, ені 13. 25 болатын болса, ені 24. 31 болатын болса, ені 18. Осылай жазып шығамыз.